Қазір жадыраған жаз мезгілі, қала тұрғындарының дені еңбек демалысына шығып, бірі шетелесі, енді бірі ауа райының осындай құбылмалығына қарамастан еліміздің түкпір-түкпіріне саяхаттағанды жөн көреді. Әрине, демалыс орнын әркім қалтасының қалыңдығына қарай таңдайды. Ал астаналықтар ше? Бір жылға қор жинайсың. Денсаулығыңа, көңіл күйіңе, отбасыңа жақсы бір жағдай жасайсың деген сөз. Сондықтан демалыстың бәрі жақсы. Еліме барып демалғанды жақсы көрем. Осы Астананың ауасын жұтқанды жақсы көрем. Көкшетау жағына барғанды жақсы көрем. Бізде де мысалы Борабайдан басқа да жақсы жерлер көп. Сол өз ойымша ойлаймын, Қазақстанды демалған өте дұрыс деп. Шетелге де шығып тұрамыз. Енді ол жиі болмайды, бірақ негізі Қазақстанда да жақсы жерлер көп бізде. Мысалға мен жазда Ұлытауда жезкек фестиваліне бардым. Сонда демалдым. Ұлытаудың табиғаты деген тамаша. Шетелден келген адамдардың бәрі риза болды. Өткен жылы 290 мың қазақстандық демалысын шетелде өткізсе, биыл жолдама құны қымбаттаса да тек жарты жылдың өзінде 300 мыңға жуық адам өзге елге саяхаттап қайтқан. Биыл әрине қымбатырақ, өйткені доллардың курсы бұған влияет, теңгеге ауыстырған кезде ол білінеді. Еліміздің алыс шетелге аттанушылары бір адамға Түркияға демалу үшін 200 мың теңгеге жолдама алса, Біріккен Араб Әмірліктеріне 170, Таиландқа 185, Италияға 207, Испанияға 223, Египетке 140 мыңнан бастап қаржы жұмсайды. Көбінесе бізде үйренген сол Түркияға барады, Мысырға барады, Грузияға барады. Жасы үлкенірек адамдар Грузияға көп барады. Өйткені о жақта демалыспен бірге емделу кіреді. Әрине басқа да туристар, которые ерекше турларға барғылары келетін туристар да бар. Оларға әрине 30-40%-ға кішкене бағасы жоғарырақ болады. Туризм бірқатар елдердің экономикасының дамуына тірек болып отыр. Біздің елімізге де келіп демалатын туристер саны жыл сайын өсуде. Жер жанаты Жетісу, Асқар Шыңды Алтай, көрген көзді таң қалдырар Балқаш, Суы Балдай Баянауыл, ауасы шәрбат Қарқаралы, Сарыағашқа жұрт демалуға келсе, табиғаты тамаша Бурабайға демалуға келеді. Ал ондағы бағалар мынадай. Көл жағалаулары бірегей қарамалта тастармен төселген Алакөлде тамақтанумен бірге тұрып жату тәулігіне бір адамға орта есеппен 6 мың, Қапшағайда 8 мың, Бурабайда 5 мың, Қарқаралыда 12 мың, Баянауылда 5 мың, Балқашта 4 мың, ал Каспийдің жағасына орналасқан Кендірліде орта есеппен 14 мыңға демалуға болады. Еліміздің қай түкпіріне барсаңыз да Қойнауы бай тарихи өлке не туристік демалыс орнын көруге болады. Сондықтан ел асып қаржы шығындап өзге елдің бюджетін толтырғанша өз еліңіздің қалтасын қампитқаныңыз абзал. Құлпынай Жасарал, Жанболат Кенжеғұл, арнайы егемен жаңалықтар үшін.